Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен блинчиктен дайындалатын торт жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Бізге қажетті заттар: 400 грамм ұн, 800 мг сүт, 2 жұмыртқа, 150 грамм құмшекер, жарты чайный ложка тұз, 1 чайный ложка сода, 100 грамм сары май, 2 ас қасық какао қажет. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, сүтімізді, құмшекерімізді салып, венчикпенен араластырамыз. Оның үстінен тұзымызды, содамызды, майымызды және какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан соң, ұнымызды 3 бөлікке бөле отырып салып араластырамыз. Менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер. Біздің қамырымыз дайын. Осындай масса пайда болуы қажет. Енді қызып тұрған табамызға бір ожаудан құйып, топ-томалақ етіп пісіріп аламыз. Осындай өте әдемі болып шығады. Бізде осындай өте әдемі блинчиктеріміз дайын. Енді кремімізге 350 грамм сливкиге 120 грамм құмшекерімізді салып араластырамыз. Сливкиіміз міндетті түрде салқын болуы қажет және 33-35% арасында. Осындай болған кезінде үстінен 300 грамм творожный сырымызды саламыз. Миксерменен жақсылап формасын ұстағанынша миксерлейміз. Біздің креміміз дайын. Енді біз тортымызды жинаймыз. Блинчиктерімізді орналастырып, арасына 2 қасықтан сала отырып, жағып шығамыз. Барлық блинчиктерімізді осылай етіп орналастырып, кремдерімізді 2 қасықтан сала отырып, тортымызды жинаймыз. Біздің тортымыз осылай болып шығады. Енді бетіне өзіңіздің қалауыңызбен әсемдесеңіздер болады. Біздің осымен тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін жасауға. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Любой смайликпен бағасын беріп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.